Сәлем достар, бұл мен Жыралы. Бүгін біз осайлағы секреттерді айтатын боламыз. Ал біз айтпақшы, мен келесі жол достарыммен сүруге уәде беремін. Достарыммен қызық болады деген ойламын, өйткені стикерлерде өте қатты стикерлер көп. Онда тығылмашақ, қуылмашақ және зомби ойнасақ болады. Ал біз бірінші қояннан бастайтын боламыз. Кеттік. Жоқ, әлі бізде 20 минуттан кейін ашылады. Біз оны кеше ғана істедік. Өйткені міне сіздер ұмытып қалсаңыздар, төбеге қараңыздар, қызыл болып тұрса, сіздер істеген боларсыздар, ал болмаса сіздер істемеген деген сөз. Сондықтан давайте біз басқа секреттерді айтатын боламыз. Менің ең 5 жасымдағы кезімдегі бір секретім міне. Ол секрет міне. Осы қысты ашқан кезде осы суға түскен біз осы тесікті тапқан боламыз. Міне. Біз осы секрет тапқан болатынбыз. Ал келесі секретке кеттік. Келесі секретте осы маған жақын болады. Осы мұз неге тұр дейсіздер? Өйткені бұнда секрет бар. Мұ қабырға сияқты өтірік сурет. Тек оны жүріп сындыра саласыздар. Міне, бұл бізде осы шишка. Ал ол біздің артымызда тұр. Бірақ осы міне біздің артымыздағы шишка. Ол да біз сияқты очки киіп апты. Ал келесі секретке келді. Достар нақтан шыға алмай қалған сияқтымын. Достар қалай шыға? Мына коробкамен жыма тиіп тұр. Қалуға болмай. Достар, мен қысылып қалдым. Сондықтан респаун істеймін. Ал бізге келесі секрет, бізге тас керек. Ол оңай деп ойламаңыздар. Ол өте қиын. Осы ағашқа мініп, осы яға апарасыздар ғой. Достар, жаңа анақта бір аю көріп қалған сияқтымын. Басында шығатын аю көрдіңіз ба? 3 аю тұрады, соның біреу сияқты көрінді ма? Осылай кетсе, тас сіз анақта қалып қою мүмкін. Міне, кеттік. Сіздерге қайсысы ұнайды? Мысалы, маған осы ұнайды. Осының музыкасын ұнайды. Сіздерге ше, комментарияға жазыңыздар. Осыған мінесіздер, осыған мінесіздер, осыған. Сосын осы талға жақындатасыздар. Жібересіздер. Ой, қазір болмай жатыр.
болмай жатыр достар қазір. Міне достар, осы жақта бір бак бар. Сол жаңағы мен сияқты ағашқа мініп баксыз. Сол ағаш бак. Мысалы, біз басқа жаққа мінсек, мысалы біз осы жаққа мініп, наға барамаймыз. Наға құлап кетеміз. Тек талға міне аламыз. Соқта ғана бак бар. Сосын анақтады басқа жерін көрейік. Міне, басқа жақта бак болмайды. Білмеймін, бірақ ана тал істеуі мүмкін. Көрейік та, қызық болар. Бірақ тасқалап кетсе жаман болады. Жоқ, достар, көрдіңіздер ме? Анау тал сияқты, ол біз оған міне алмаймыз. Кеттік. Басқасы. Ал сен тас осақта тұра бер. Тас бақасың осыны ұстай тұр. Ақша, давай. Мен кеттім. Басқа секреттерді көреміз. Мен кейбір секреттерді бір жерден көрген сияқтымын. Бірақ кішкене ұмыт қалды. Есіме түсті. Тағы да бізге көп тас керек. Біз анақтағы тас шығаратын неден барып барлық тас шығарамыз. Бірақ мен оны істеймін келмей тұр әзірше. Өзден істеп көріңіздер. Осылай тасты көп шығарып, анаяқа саласыздар. Қазір көрсетейін. Бірақ блокпен секіріп барамайсыздар. Сіздер осы тасты алып наяқа барасыздар. Одан наға секіресіздер. Одан ана талға секіруіңіз керек. Сосын наға мінесіздер. Осы жолмен анаға барып суға құламай баруыңыз керек. Сіздер ұстай алмайсыздар. Қолдарыңыз бос емес. Өткен сіздердің қолдарыңыз таспен оралып тұр. Бұл өте қиын. Негізі. Қараңыздар. Осылай өтесіздер ұстамай. Осылай тасты алып жүресіздер де қатты секіріп осы суға түсесіздер ма білмеймін. Суға түспеу керек айтпақшы. Әйтсе ол бұлай жүзіп кетеді. Қараңыздар. Қол жүзіп кетпей ма? Солай суға түспей секіресіздер. Немесе сіздер суға түсіп кетсеңіздер, тас аяқта тұрып қалады. Өйткені ол ауыр болғандықтан өте алмайды. Сосын осы сундуктың қасына келіп, осақа тастарды баспалдақ сияқты бұлай қойып қоясыздар. Сосын осақтан бір бак бар әйтеуір. Ұстап тұратын. Ұстап қаласыздар соқта бір нәрсені. Сол бак болады. Айтпақшы, ютубтағы бактарды кейбіреу дұрыс, кейбіреу өтірік айтады. Мысалы, ютубта кейбір адамдар осының астында чертік па дейді. Бұл да өтірік. Тағы да, бұрында осындай жерлерде осы адамдар кейбір күзді бірден өткісі келеді. Олай негізі өтсек болады. Ол үшін бізге осы ысқырықты басыздар. Ысқырықты басып секіресіздер. Бұл оңай қалды. Қазір қайттан көрейік. Ысқырамыз, секіреміз. Сол кезде сіздерді доп итер жіберді. Мына іштен шығып, соқтан ортасында тұрасыздар. Қабырғамен. Мынаның ортасында, тура ортасында. Сол кезде сізге құлақ кетпеңіз керек. Әйтсе бір лабиринтке кетесіздер. Ол лабириниттің ішінде не бар екенін көрсетейін ба? Келесіде көрсетейін ба? Онда лайкты басуды ұмытпаңдар. 3-ке дейін санайын. Лайкты басып өргел. 1, 2, 3. Ал кетті. Ол стикер міне.
осы стикерді табасыздар и шығып кеттіңіздер респаунс деп осыны басып. Сол кезде сіздерде стикер орында қалады. И бірақ осы тесікке түспей осақта кіріп оның ортасында тұрасыздар, бірақ құламай тұрасыздар да секіріп кетесіздер. Сол кезде сіздер күзге келіп қаласыздар. Улейге де кетсек болады, солай. Барлық әлемге де солай кірсек болады. Бірақ тек ғалымның үйіне болмайды. Өйткені бізді кішірейту керек. Әпсе біз үйді сыймаймыз. Бол. Енді мен ютубтан көрген ең соңғы секрет ол улейдің ішіндегі секрет. Айтпақшы, мен түрімді көтеруді ұмытып кетпін. Ал біздің секрет қазір. Міне, осы қызыл тесікке лайк басып кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз кеттік. Бұл осақтан өте алмаймыз, тек осаққа құлаймыз, тек басқа жерге құлай алмаймыз. Басқа жерге сіздер бір күзден шықсаңыздар, комментке жазып кетіңіздер. Осы не ашылыпты? Келесіде футбол и жазда черепаха жағы лава пол. Содан өтетін боламыз келесі жолдары. Ал біз осы жарыстан өтетін боламыз. Бірақ мен бұны өте жаман өте алмайтын болған, бір ретте өтіп көрмегенмін негізі. Сіздерге осақта тағы бір секрет көрсетейін. Бұқта сіздер анақтан шығасыздар. Сосын осаққа барсаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Қазір көрсетемін. 1, 2, 3. Осаққа барсаңыздар, осы яқты бір алтын машина болу керек. Соған мінуге болады. Ол өте қатты жүреді. Қайда кеткен? Достар таппай қалған жақын. Қаға кеткен ол? Бар еді ғой. Бар болса, сіздерде бар болса лайк басып кетіңіздер. Ол өте кейбір адамдарға шықпайды. Шықса лайкты пытырлатып басыңыздар. Және комментқа фотошопқа түсіріп жіберіңіздер комментке. Сөзде мен сенемін. Әне, таптым. Әр адамға әр жерден шығады дегендей. Бірақ кейбір адамдарға бірдей шығуы да мүмкін. Ал кеттік. Осы машина ең мықты. Және сіздер осы машина өте қатты жүреді. Мен осыны жақсы көремін. Осы машинаны осаға қатты қойып қоясыздар да, анымен барасыздар. Сол кезде сіз жай жүріп келе жатқан кезіңізде осақтан құлап қаласыздар қонақтан. Сол кезде наға мінесіздер. Әзірше біз наға мінетін боламыз. Ал бұны артқа жіберіп қояйық. Әпсе қазір біз анақтан соғылған кезде түсіп қаламыз. Ал біз оны айдай алмасақ, осы қызыл машинаға мініп кетіп қалатын боламыз. Кеттік. Осаққа тастап қояйық. Кеттік ал. Қоян, дайынсың ба? Кеттік. Газ. Міне мен осыдан қиналамын. Осы сары бәлелер, әне, қоян уже менен өсіп кетті. Алтын машина бәрібір де жиналмайды. Міне, өткені скоростьмен қалып қояды. Мысалы біз осылай өсіп кетіп, ана сарыны алмасақ, біз сол сарыға баруымыз керек. Бұл әділетсіз ғой. Әділетсіз болса лайк басыңыздар. Осы мысалы әне уже анаяқта. Мен әлі анаяқта отырмын. Не істеймін? Мысалы мен оны әлі алмадым.
Мен былай бара аламын тек. Машинамен бармай өтсем ше, не болады? Ляқты анақтан прыжокта қоян уже жеткен сияқты. Экран бір түрлі болып жатыр. Қазір өлет сияқтымын. Достар. Көрінбей кетті. Айттым ғой. 2 попытка бар тақта. Өтіп келетін боламыз. Біз осы машинамен өте берейікші. Жаймен жүріп. Қоянды қараңыздар. Күшті секретті біз тек машинамен ешіне істемейміз. Ана қараңыздар. Уже мен өте алмай қалдым. Тағы да өте алмай қалдым. Осақта тағы өлет сияқтым. Давай. Жоқ, өте алат сияқтым бұда. Ой, достар, өте алмаймыз тағы. Ана жеткен сияқты өш. Осақтан өте алмайым ше. Осы ең қиын бәле ғой. Қалғандарына оңай өтем да. Айналып жатыр. Қалай өтеді осынан? Осы ютуберді осының қалай өтеткенін сенбей бе? Қараңыздар, уже көрінбей кетті. Міне өлдік. Бізге мынау не істеп жатыр? Көрмесеңіздер, қайтадан атқа жіберіңіздер, сол кезде көресіздер. Міне біріншісінен өте алмай тұрмын уже. Қош достарым өтпеймін. Неше түсім отырады. О, үйге бармын. Өте алмаймын бұда. Қиын ғой. Өткім келмейді. Ал біз соңғы секретке баратын боламыз. Ал кеттік. Ой. Келесі жолы мен достарыммен ойнайтын боламын. Жаңа басында айтқан соң. Егер сіздер лайк бассаңыздар, күнде емес, енді арасында достармен түсіп тұратын боламын. Сол кезде айтқандай сондай ойындар ойнаймыз. Мен жаңа видеоның басында айтқандай сондай ойын ойнайтын боламыз. Олар өте қызық. Мен достарым өте дамыған, мен сияқты, менен де тіпті асып кеткен. Өйткені олар менен 1 жыл бұрын бастаған. Ал мен бір айда уже осындай жетістікке жеттім. Осыған мінесіздер. Жек құлап кетсеңіздер, жынданбасаңыздар. Мысалы мен бұрында жынданбаймын, бірақ құлай бергем, жынданбасам, анау неге жететін боламын. Мысалы мені құласаңыздар, жынданбаңыздар. Мен кішкене тұмарланып тұрмын, сондықтан ауырып қалуым да мүмкін. Әзірше қыс далада, бәрі де қыс. Мен далаға шықпаймын, мектепке бірақ барамын. Мысалы, міне осы аяқтан да міне алмайсыздар. Міне алмасыздар. Осы үйге мінудің бір жолы бар. Мынау бізді жібермейді ғой. Міне осылай мәселелер болады. Мен ана үйдің басын тіреле береді, білмеймін. Осы тасқа мінесіздер. Осаға келіп секіресіздер. Бірақ секірмей қалуыңыз да мүмкін.
осылай мінетін боласыздар. И осы төртбұрышты мінесіздер. Мысалы мен осы жақтан басым тіреле береді. Ё-моё. Осы тастарға мінесіздер. Үлкен тастарға бірден. Әпсе былай мініп жүргенде құлап кетуіңіздер мүмкін. Менікі кішкене қатып жатыр. Әпсе мен лабиринтке дейін жететін едім. Құмды лабиринт. Мен соған дейін негізі жететін боламын. Өйткені мен жерім кішкене қатып жатыр. Үйде интернет бітіп қалды. Бірінші ақпанда қосылатын болады. Сол кезде жақсылап түсіретін боламын. Ал осыдан толық өткен анау шыңның басына дейін жеткен адамдар комментке жазыңыздар. И суретке түсіріп чатқа жазыңыздар. Айтпақшы, кімде телеграм бар? Менің телеграмның аты Нұрәлі Нұрлыбек. Солай жазсаңыздар шығады. Ал қош сау болыңыздар. Давай. Лайк басумен тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Давай.